Adam ötmesin, arka dipte yürü. Hadi. Bunu dayındasay buraya mı? Ay, bak. Bunlar değil mi? Ya bunlar da çok. Ardagir apalarımız. Bu ne bizim avulun maqtanışları. Apalarımız, atalarımız. Tuzken avulunun başçıları. Kimdir?
Birimiz dinleyemeye kalkma. Sürü var. Bilestin şundarına шығатын. Қамқор жүсі еліміздің ерлері, болашақтың көш басында тұратын. Amansыз ба Алима жеңше? Әнуар үйде ме? Амансың ба қайным-ау? Әнуар деймісің? Балам жаңа ғана үйден шығып кетіп еді, қазір келіп те қалар. Аудан орталығына дейін өгіз арамен комиссариатқа жеткізу маған тапсырған еді. Тез кетіп жиналыңыздар. Ассаламағалейкум аға. Уағалейкум салам. Өгіз арба дайын,
жолға шығайық. Анашым, қош аман бол. Мен ойлап сары уайымға салынбаңыз. Денсаулығыңызды күтіңіз. Мықты бол құлыным, мықты бол. Бәледі жұрт, бәледі ел басына қатер төнген жыл еді. Қимастарын қан майданға ұзатып, қарсы айрылған аналардың жүрегі. Ана деген тәңірге соғысшылық тек түйенің тәрегі. Соғыс бұзды қуанышты әреңін. Тұрды ана күйеуінен айрылып, ана деген тәңірге. Ақсы тоным өтеусіз жай қалар ма? Бұрыш туған небір дархан данада, тірлік сеуіп келе жатқан өмірге. Ей адамдар, жол беріңдер анаға. Осындайсың жасыңдағы кәріңде, сыйлаған мол өмірде қадірі. Сенарым ана деген тәңірге. Сыйлаған мол өмірде ана деген тәңірге. Мына жерде село бар. Осы селода жаудың штабы орналасқан. Сол штабты талқандауымыз керек. Ол үшін алдымен барлауға шығып, қалайда болмасын немістердің бір мықтысын ұстап әкелу керек. Қане, қайсысын барасыңдар? Мен барамын. Қасыма 4 жауынгер қосып берсеңіз болады. Абуталипов, сенің қырағылығыңа қайранмын осы. Барсаң бар, бірақ сақ болыңдар. Құп болады, жолдас командир. Кетуге рұқсат етіңіз. Рұқсат.
ескелі ақ жібек орамал алыстан жолдаған сүйген жар жауынгер жарым сен есің ал деп жазған оюлы хаты бар жауынгер жарым сен есің ал деп жазған оюлы хаты бар есің ал еркетай жазғыдан қол қазап құшақтап аттанған қас дұшпан мейірімсіз жауыздан аяма деп едің асыққан қас дұшпан мейірімсіз жауыздан аяма деп едің асыққан ескелі ақ жібек орамал алыстан жолдаған сүйген жар жауынгер жарым сен есің ал деп жазған оюлы хаты бар жауынгер жарым сен есің ал деп жазған оюлы хаты бар Әнуар, мына Тиса өзенінің ені кең екен. Сен өзіңе сенімдімісің? Жүзіп арғы бетке өте алатыныңа. Көңіліңізге күдік үй аламасын, жолдас командир. Міндетті түрде мен аман ораламын. Сен жүрек жұтқан ер екенсің. Даңқың арта берсін. Мықты бол. Әнуар жүзді балықтай сыннан өтер сәті осы. Жүзуге өзін баулыған есіне түсті әкесі. Бұл түні тыным көрмеді. Соғыста дамыл тапқан ба? Әнуар көзін ілмеді. Саз беріп қалды ақтанда. Зеленый стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Молдаванка отвечала парню Влад. Партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, а раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, а раскудрявый резной. Измуглянка, молдаванка, парень стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, а раскудрявый резной.
День Победы, как он был от нас далек, как во сне потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это День Победы, порохом работ. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мартина спит печей, и смекала наша Родина лочей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это День Победы, порохом работ. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли. Это День Победы, порохом работ. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы, порохом работ. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Көзінде жұлдыз жарқырап, батыр боп елге оралды. Aspana
Армысыздар, ардақты ағайын. Міне, бейбіт өмір сүріп келе жатқанымызға биыл 73 жыл. Жеңіс күні 9 мамыр үлкен мереке. Бұл жеңіс қазақ елінің азаматтарының ерлігі арқасында келгені біз үшін мақтаныш, қымбат ұлы күн. Отан алдында өз ерлігімен танылған ұлы отан соғысының ардагері, Кеңес одағының батыры, жерлесіміз Әнуар Әбутәліповтің туылғанына 95 жыл толуына орай клуб қызметкерлері арасында өтіп жатқан ерлікпен өрілген ғұмыр атты облыстық сценаристер байқауына қош келдіңіздер. Өтті зұлмат уақыт алға көшеді, болашақтың самалы алдан еседі. Естелік боп сияменен параққа ерліктері жауынгердің түседі. Құрметті көрермендер, Кеңес одағының батыры, ұлы отан соғысының ардагері Әнуар Әбутәліповтің туылғанына 95 жыл толуына орай клуб қызметкерлерінің арасында өтіп жатқан ерлікпен өрілген ғұмыр атты облыстық сценаристер байқауының үміткерлерін сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырамыз. Бұл байқауға облыс көлемі бойынша 19 үміткер қатысып бақ сынады. Бүгін осы байқаудың жеңімпаз сапынан көрінген сценаристер келіп отыр. Қошеметтеріңіз. Кеңесбаев Алтынбек, Арал ауданы. Әшімқызы Айзада, Шиелі ауданы. Шайзадаева Жанат, Сырдария ауданы. Әбжаппаров Балмұхамбет, Жаңақорған ауданы. Тілеубергенова Эльмира, Сырдария ауданы. Алданьязова Нағипа, Сырдария ауданы. Тасқожаева Бақытгүл, Жаңақорған ауданы, Түгіскен ауылы. Алматова Сымбат, Сырдария ауданы, Тоқмағамбетов ауылы. Тұрсынова Баян, Арал ауданы. Жыл басында жария етілген байқау елімізде тойланып жатқан Астана қаласының 20 жылдығы, Қызылорда қаласының 200 және ауданымыздың 90 жылдығы аясында өтіп жатқанын тағы да айта өту керек. Қос мерекелерге арналған бүгінгі облыстық сценаристер байқауын ашып беру үшін сөз аудан әкімі Әміреев Ғалым Махмұтбайұлына беріледі. Құрметті жерлестер, Кеңес одағының батыры, ұлы отан соғысының ардагері Әнуар Әбутәліповті еске алуға арналған ерлікпен өрілген ғұмыр атты облыстық сценаристер байқауына қош келдіңіздер. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында ұлттық салт дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоғарылығыларымыз бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиісті екенін атап өтті. Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні, бұлар біздің рухани мәдениетіміздің бір парағы ғана. Құрметті қауым, ерлік еш уақытта да ұмытылмайды деген осы. Сондай санаулы батырлардың бірі де бірегей жерлесіміз Әнуар Әбутәліпов атамыз болады. Әнуар Әбутәліпов 1923 жылы 10 қазанда Жаңақорған ауданы Талап ауылында дүниеге келген. Арнаулы білім алған Әнуар Әбутәліпов 1942 жылы қазан айында 19 жасында майданға аттанып, 1943 жылы ақпанда ол тұңғыш рет ұрысқа кірісіп, 53-ші армияның Звенигород әуе десантты дивизиясының 13-ші гвардиялық атқыштар полкының станокты пулемет расчетының командирі болған. 1944 жылдың қазанында Дебрецен операциясына қатысып, Тисса өзенінен өту кезінде ерекше батылдық көрсетіп көзге түскен. Ер жүрек жауынгер өзеннің екі жағалауына 47 рет қатынап, жауынгерлерді
оқ дәрі байланыс заттарын өзеннен өткізіп, ұйқысыз демалмай тәуліктен астам уақыт жұмыс жасайды. Осындай ерліктер үшін КСРО жоғары кеңес президиумының 1945 жылғы 24 наурыздағы жарлығымен Әнуар Әбутәліповке кеңес одағының батыры атағы беріледі. Жеңістен соң 1947 жылы туған жерге оралған Әнуар атамыз Өзген мәдениет колхоздарында кеңестің төрағасы, 1967-70 жылдары Сауса бөлімшесінде егіс бригадирі болып жұмыс атқарған. Облыстық ерлікпен өрілген ғұмыр атты сценаристер байқауы наурыз айынан бастап қадам алды. Байқау жабық түрде өтті. Ол дегеніміз, әр сценарий өз иесі шығармасын конвертке салып, лақап атымен байқау ұйымдастырушыларына тапсырды. Міне енді конверттер ашылып, Қазылар алқасының төрайымы, облыстық халық шығармашылығының бас режиссері, мәдениет саласының үздігі, шапағат медалінің иегері Орынкүл Бұрханованы және орталықтың бөлім бастығы Зина Кенжетаеваны сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырамыз. Шарамыздың көркін келтіріп отырған сіздерді осы бір-екі күнде тойланатын мерекелердің мерекесі, ең қымбат бізге, ең жақын мереке ұлы жеңіс күнімен құттықтаймыз. Мына мүмкіндікті пайдаланып құттықтап жатырмын. Енді жаңа айтып жатыр ғой, елбасының рухани жаңғыру, болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында туған жер деген бағдарлама бар. Бүгін мінеки сол туған жер бағдарламасының жүктеген міндеті бір парасы іске асты деп ойлаймын. Өйткені осы туған жердің даңқын асыратын сол жердің тұрғындары. Міне біздің әкеміз 95 жасқа толып жатқанда тойлап, үлкен мереке етіп, оны облыстық деңгейде сценарийлер байқауы етіп өткізіп жатырмыз. Біз басымыз жерге тигенше осы ұлы отан соғысының ардагерлеріне тағзым етіп, құрметтеп өтуіміз керек. Болашақ ұрпақ ол кісілерді біліп өту керек. Сондықтан да осы жаңа сахнада бишілер, әншілер, халық театрының әртістері шығып жатыр ғой. Ал бұл сценарий жазатын кісілер ешқашан көрінбейді, өйткені олар сахнаның сыртында болады. Сценарийді біз жазар кезде деректі және көркемдік материал жинаймыз. Ол деректі материал осы ауылдан іздейміз, біздің қасымызда жүрген аналарымыздан. Сондықтан да біз бүгінгі сценарийде ұлы отан соғысының батырлары, ардагерлер және сол балалық шағы сұрапыл соғыспен тұстас келген 40-шы жылдың балалары және ұлы жеңіс күні өмірге келген жеңіс құрдастарының өмір деректері осы сценарийлер байқауында жаңағы толыққанды жаңағы іске асты деп ойлаймын. Марапаттау рәсіміне көшейік. Алғыс хаттармен марапатталады. Шайзадаева Жанат, Сырдария ауданы Тоқмағамбетов ауылы. Бірінші алғыс хатты оқып жіберейін. Алғыс. Астана қаласының 20 жылдығы және Қызылорда қаласының 200 жылдығы, Кеңес одағының батыры, ұлы отан соғысының ардагері Әнуар Әбутәліповтың туғанына 95 жыл толуына байланысты клуб қызметкерлерінің арасында сценарийлердің облыстық жабық байқауына қатысқан үшін Алматова Сымбат осы алғыс хатпен марапатталады. Орталық директоры Сәбит Амангелдиев. Алданиязова Нағипа, Сырдария ауданы, Сәкен Сейфуллин ауылы. Шайзадаева Жанат марапатталады. Алданиязова Нағипа марапатталады. Осындай алғыс хатпен Арал ауданынан Тұрсынова Баян марапатталады.
енді арнайы Әнуар Әбутәліпов атамыздың атындағы номинация тағайындалған болатын. Сонымен Арал ауданынан Кеңес Алтынбек марапатталады. Арнайы жүлде. Байқаудың 3-ші орнымен Жаңақорған ауданының мәдениет қызметкері, өздеріңіздің жерлестеріңіз Әбжаппар Балмағамбет марапатталады. Кейден ауылы. Байқаудың 3-ші орнымен Қазалы ауданынан келген Байекеев Нұрлан марапатталады. 3-ші орнымен. Байқаудың 2-ші орнымен Әшімқызы Айзада Шел ауданы. Байқаудың 1-ші орны жерлестеріңіз Тасқожаева Бақытқа беріледі. Және бас жүлде Сырдария ауданынан Тілеубергенова Эльмираға тапсырылады. Марапаттарыңыз құтты болсын, қалам шеберлері. Бүгінгі мерекелік күннен естелік қалсын деп, баршаңызды суретке түсуге шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен марапат иелерін сахна төрінен шығарып саламыз. Өнерпаздарының концертін тамашалауға шақырамыз. Арнау орындайтын Ермағамбет Сейт Мұхаммедали. Батыр атаға арнау. Бисмиллахтан бастайын, ұмытпайық Алланы. Ассалаумағалейкум, армағайын ортасы. Ақ бейілді, кең жүрек, бұл қазағым межелден, өсе берсін мерейің, түспей тағдыр салмағы. Баяндайын тарихын, шайқас болған жылдардың, қарасаннан қан кешіп, өткен ауыр сындардың, талай қайтпас батырлар, соңына дейін тынбадың. Батыр Әнуар атаға жыр жазуды ұйғардым. 1923 күлімдеп таң атқанда, Әбутәліп атамыз ақиқат ойлап жатқанда, сәби сүйіп, қуанып, Әнуар деп ат қойды. Бала кезі батырдың өтті ауылы талапта. Ерте сейтті қара жұмыс шынықтырып, шымырғып, Айбарлының ашуы кезіккен кетер жүгіріп, салмақты да сабырлы, даусы қоңыр жағымды. Ел басына күн туып, майданға ол аттанды. Мұздай қару асындың 19 толған шағында, ұзын бойлы, қою қасты тұрдың әскер сабында. Елім деп тұрды жан жүрегің, отаным деп тыпыршып, қалайда біз жеңеміз деп от ойнаған қанында. Сол бір түні шашы жалбыр, беті күйе баланы. Әнуар ата ол баланы кенет тауып алады. Ұлты венгр, ал отбасын фашист қырып тастаған. Әрең қашып, бұл балақай жаудан аман қалады. Батылдық керек лайықты, жау дегенің сақ келер, арғы беттен қайықты. Кім бар деді, ап келер. Батылы жетпей көп оған,
бірінсіз бірі жөтелді, рұқсат етші деп маған Әнуар қолын көтерді. Болмайды қалса кешігіп, қалайда өту бұл түні. Әнуар жылдам шешініп, өзенге өзі сүңгіді. Қарып алып кетті денесін, сұп-суық еді түтін ызғар. Ел үшін өтіп келесің дегендей көкте жұлдыздар. Сүңгіп бір шықты баста бол, ыза кек буып алқымын, құлашты сермеп таста бол, келеді жүзіп ақырын. Өзеннің ені кең еді, шаршайтын емес ол әсте, ағыспен жүзіп келеді, сырда өскен жігіт емес пе? Ракета кенет атылып, жап-жарық болды лезде. Әнуар жасап тапқырлық, сүңгіп кеп кетті сол кезде. Өткенде еске алатын бұл адами сауаби шараның басында бас қосып жатырмыз. Бұның ұйытқысы болған облыстық білім мәдениет басқармасы, аудандық мәдениет бөлімі қостап, ауылдық округтың әкімгершілігі қуаттап, мынау осындай шараны ұйымдастырып жатыр. Мен өзі атымыздан, семьямыздың атымыздан көп-көп рахмет айтамын енді. Әкеміз енді соғыстан кейін 59 жылдай өмір сүрді. Еңбекте де өзінің лайықты бағасын алды, абыройға кенелді, осы ел халқының арқасында. Сондықтан жаңа өмбекен мына ерекеңдер айтып жатыр ғой біздің Түгіскендік жайлы. Түгіскен енді мәдениет жағынан болсын, спорт жағынан болсын, еңбек ардагерлер жағынан, ұйымдастыру жағынан болсын, осы ауданда көшбасшы елді мекен болып келеді. Ол сайып келгенде ауылдағы ағайындардың ауызбіршілік ынтымағының арқасында келіп жатқан дүние деп есептеймін. Әкеміздің 95 жылдығына байланысты әкеміздің өмір жолын насихаттап, мынау облыстық дәрежеде мынандай сайыстар ұйымдастырып жатыр екен. Мен рахмет айтамын бәрі қатысқан азаматтарға. Сондықтан мереке құтты болсын, елде ауызбіршілік ынтымақ болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді келген қонақтар, ауылдағы ағайындар, осы бүгінгі әкеміздің оттың басында ас дайындалып жатыр. Соған сіздерді шақырамын. Рахмет. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті соғыс ардагерлері, тыл ардагерлері, ауданымыздың басшысы, үлкен ағаларымыз барлық тілектерін айтты. Менің айтайын дегенім, осы ауылдағы ардагеріміз Сайбілі атаға, тыл ардагерлеріне, ауған соғыс ардагерлеріне, осы бюджеттік мекемелердің демеушілігімен барлығы сый-сияпат жасап, осы өзі біздің қызметкерлеріміз қазір осы тамақтың үстінде осы жерде береді. Сосын арнайы демеушілік жасап сіздерге сыйлық дайындаған Түгіскен тәжірибе шаруашылығы, оны да өздеріңіз алған боларсыздар. Сол азаматтардың да жасаған жақсылықтарын өздеріңізге айтып өткім келді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Барлығымыз бірге осы қазір іс-шарамыз біткеннен кейін осы Әнуар атамның үйіне барамыз. Рахмет. Нұрхан Мұхамеджанов, Батыр аға, орындайтын хор, концертмейстер Құлахмет Нәлтаев. Майданда батырлықпен ер жеттім, ел бұралып ерен еңбек шыңына, көрсеттің бір жауынгерлік ерлікті. Ерлік оның өнегелі, өмірден көп көргендері, батыр аға, туған елдің өрендері. Ерлерден сол дәстүрдің ерін сақтап Әнуар. Ерлік оның өнегелі, өмірден көп көргендері, еңбек етеді батыр аға, туған елдің өрен
жерлер бар. Халқының несібесін еселеген, еңбектің туын жұқпас ерлер бар. Тоғыры биік орнаған, алқамалдан кең дала, ұрпаққа аңыз ерлігі, әнуар батыр ер баба. Оның жай-жайсаң халқы бар, дәстүрін елдің жалғаған. Төгіскен текті өлкемсің, өзің кеп бүгін толғана. Көбейіп күннен күнге ұлы істерің, қырманға тола берсін күріштерің. Құт мекен ата қоныс туған жерім, төрле бер тұғырларға тігіскенім. Тоғыры биік орнаған, алқапы алған кең дала, ұрпаққа аңыз ерлігі, әнуар батыр ер баба. Оның жай-жайсаң халқы бар, дәстүрін елдің жалғаған. Төгіскен текті өлкемсің, өзің деп бүгін толғана. Жасасын жеңіс, еңбегі барлық солдаттың, болашақ ұрпақ ерлігін айтар жалғапмын. Қаншама адам ерліктер жасап майданда, қазақтың атын, халықтың атын самғаттың. Олардың сыйлаған бейбіт өмірі, жалғасы болашағымыз жарқын болады деген үмітпен біз сіздермен қоштасамыз. Қош, сау болыңыздар. Жақсы